Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер осындай өте жұмсақ болып шығатын бөлкелерді жасаймыз. Бізге керегі сары май ерітілген, жұмыртқаның сары уызы, 2 бүтін жұмыртқа, ашытқы, қант, ұн және де жылы сүт бізге керегі. Ең біріншіден жылы сүтті құямыз, сосын ашытқыны саламыз. Енді барлығын араластырамыз. Енді оны орамалмен немесе пищевой пленкамен 15 минутқа жауып қоямыз, жылы жерге қойып. Міне бізде осындай көпіріктер шығуы керек. Енді ішіне 2 бүтін жұмыртқаны, сосын ерітілген сары майды, қантты қосамыз. Және де осы барлығын араластырамыз. Енді ішіне біртіндеп ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Ең басында осылай венчикпен араластырамыз, сосын қасықпен араластырамыз, ал сосын қолымызбен қамырымызды илейміз. Ұнды 650 граммнан көп қоспауға тырысыңыз. 650 граммнан көп қосуға болмайды. Ұнның орнына осылай қолыңызды кішкене сұйық маймен жағыңыз, сосын қамырыңызды иленіз. Сол кезде біздің бөлкелеріміз жұмсақ болып шығады. Ал көп ұн қоссаңыз, 650 граммнан көбірек ұн қоссаңыз, біздің бөлкелеріміз жұмсақ шықпауы мүмкін. Қамырымызды илеп болған соң, оны жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Пищевой пленкамен немесе орамалмен үстін жауып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліну керек. Енді біз қайтадан сұйық майды қолданып, ұнның орнына қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен әрбір бөлікті 90 граммнан жасадым. Ал сіз оны граммен өлшемей қойсаңыз да болады, осылай кесе беруіңізге де болады граммен өлшемей. Енді біздің қамырымыз күйіп кетпеу үшін осылай оны орамалмен жауып қоюға кеңес беремін. Осылай бір-бір қамырдан алып, әрбір қамырды дөңгелек формасында етіп жаямыз. Начинка ретінде мен алма тосабын алдым. Ал сіз джемді ала аласыз, вареный сгущенканы да ала аласыз. Начинканы осылай ортасына салып, екі жағынан пышақпен осылай кесіп, бөлкелерімізді жасаймыз.
Міне енді бөлкелерімізді жұмыртқаның сары уызбен үстін жағып шығамыз. Сол кезде бөлкелеріміз қызарып өте әдемі болып шығады. Бізде осындай өте тәтті әрі жұмсақ бөлкелер шығады. Міне көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ болып шықты.